Ал енді бұл парақшаларды, аккаунттарды барлығын ажырату да өте қиын. Енді көрермендерге түсінікті болу үшін ашып қалған кезде кез келген жаңағындай уағыз шығуы мүмкін. Шыққан кезде бірден тыңдамай, ішіне кіріп көру керек те парақшаның бүйтіп үстіне басып. Өйткені мына Facebook, TikTok деген нәрселерде қай парақшадан келіп тұр білмейсің ғой. Өзін танытпайды, айтылып жатқан нәрсе көрінеді де бұл жерде. Мысалы, бір уағыз шығып жатады, ашып қаласың, ана жақта осындай деп жатады. Басып қаласың, басқасы өтіп кетеді. Сол үшін кейбір өзіңізге жақын келген уағызды, жүрегіңізге жақын келген төбесіне бір басыңыз деген кеңес айтамын. Төбесіне басқан кезде ол қандай парақша екендігі атауы бәрі астында жазып қояды. Егер уағызы терең, көп қаралып болып айтылып жатқан ішінде, мысалы, муфтият, немесе азан кезет, немесе осындай бір мешіттікі деген секілді, КМДБ ұстазы деген секілді бір арнайы бір осы белгілер болмаса, белгісіз, мақсатымыз хаққа, мақсатымыз Алланың разылығы, осындай нәрселер жаза береді ана жерлерде мысалса. Демек, жаңағындай муфтиятпен байланысы бар мазмұндас тіркестес нәрселер болмаса, бұл өте қиын. Сол үшін енді бәрібір оны қарап отырмайды ғой. Әркім оның ішін басып, тексеріп, көріп отырмайды. Әркім ашқан кезде, мысалы, қарап отырсам, бір күні біз мынау жұмыссыз адамдар деп таксовать ететін базардағы адамдарға да ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізіп, брошюралар тарату барысында қарасаң, отырып алады да, мысалы, мен бүйтіп байқап тұрсам, таксистердің бәрі қарап отырады. Лента жүргізіп отырады. Сосын өзі адам баласы қаншама мынаның ішінде өзі 99 әзілден тұрады ғой, күлкіден тұрады. Адам бәрібір адам ғой. Руханиятқа мұқтаж. Жаңағы анау неше түрлі билерді, приколдарды көріп отырады да, діни нәрселер, уағыз келген кезде оның саусағы тоқтақ болады да, бай. Ананы өткізгізбей. Неге? Өйткені анау оған қажет тартады. 1-2 секундқа болсын пауза ұстайды дейсіз ғой. Пауза ұстайды да ананы көреді, тыңдайды. Сосын барып өткізеді. Сол нәрседе анау оны ұстақ болады да уже. Ары қарай кіріп кетеді. Кейін сен өзі бір нәрсені көрдің ба? Болды, мына желі деген сенің психикаңды керемет меңгерген. Сен бір нәрсені көрсең, кейін мынаны ашқан кезде сол нәрсе саған шығып тұра береді. Қайта. Көрдіңіз ба, міне. Осылар арқылы ол өзінің жаңағындай деструктивті уағызшының айтып жатқан парақшасына қалай кіріп кеткендігін, әшейін кіріп тыңдаушы ретінде басталып, оның жамағаты болып, оның жақтасы болып кеткенін өзі байқамай да қалады.